Қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Тауық еті дәмді әрі жұмсақ болып пісу үшін 1 сағат көлемінде маринадтап алуымыз қажет. Ол үшін тауықты жақсылап турап, майдалап, оған 1 дана пиязды қосамыз. Содан кейін тұз, бұрыш және де әртүрлі дәмдеуіштер мен шай қасық бал және үлкен ас қасық сұйық майды қосып араластырып, етімізге құйып, жақсылап араластырып 1 сағатқа қойып қоямыз. Тауығымыз дайын болғанша картошка фриді духовкаға пісіріп аламын. Тауық дайын болған соң осылай табаға жақсылап қуырып, астын басып, крышкасын жауып қойып қоямын. Әбден дайын болғанша көкөністер мен әртүрлі өзімізге ұнайтын қоспаларымызды дайындап, осылай лаваштың ішіне салып, жаңағы дайын болған тауығымызды қосып, кетчуп, майонезімізді араластырып, жақсылап орап аламыз. Содан кейін екі жағынан қызарғанша табаға қуырып аламыз. Міне сонымен донеріміз дайын. Ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын.